соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Алғашқы достық, махаббат басталған бәрі осында. Тарыдай боп кіріп, таудай боп шықтың расында. Түрлі сезім сезініп, не өтпеді басыңа. Енді қимастық өртеп көзіңе келді жасыңда. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Алғашқы махаббат, алғашқы достары, алғашқы ұстазым, бәрі есімде оның. Бәрі есімде оның. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. 11 жылдық мектеп өмірі жүректе сақталар ең қымбат естелік. Армандарға қанат байлап, болашаққа бастар алтын есік. Қымбатты сыныптастарым, біз бірге өткізген уақыт ешқашан ұмытылмайды. Сабақтағы күлкілер, дайындықтар, мерекелер мен естеліктер жүрегімізде мәңгі есте қалады. Алдымызда үлкен өмір күтіп тұр, және де әрқайсымыз өз жолымызды табамыз деп сенемін. Ыстық естеліктер осы мектеп қабырғасында қалды. Біз жаңа қадам басқалы отырмыз. Мектеп біздің алтын ұямыз, ал осы алтын ұядағы біздің тәрбиешілеріміз, мұғалімдеріміз. Түлектерге ақ жол. Мектептегі 11 жыл күтпегенде тез өтіп кетті. Мектеп ұнады. Мектепте қызықты көп сәттер болды. Жаңа достар таптық. Мынаны таптым мектепте. 10 жылдан кейін Европада сөйлейді етуге тырысамын обязательно. Мен 10 жылдан кейін бизнесмен боламын. Менде салоным болады. Менде күшті салоным болады. Өз командамды ашам, футбольный. И Қазақстанда ең мықты команда болады обязательно. Пока.
Так сделай. Ой, бля. Ты здесь выключил? Вот так сделай. Все? 25 мамыр мерекесі құтты болсын. Армандаудан қорықпай келе жатқан ұбт-ларымды сәтті тапсырып, грантқа түсіп кеттім. Мен осы мектепті бітіргеніме өте қуаныштымын. Мектеп қабырғасындағы әрбір сәттерге, сыныптарыма, көңілді уақыттарға алғыс айтамын. Надеюсь, бәріміз енді... До конца айтайын да. Соны айтамын, потом надеюсь, бәріміз енді жақсы Давай. болған. Мектеп жылын... Саламат! Мен осы мектепті бітіргеніме өте қуаныштымын. Мектеп қабырғасындағы сәттерге, көңілді уақыттарға, сыныбыма өте алғыс Өзің сөзің айта берші. Мектепте болған қызықты сәттерге алғысым шексіз деп бір нәрсе қазақша бір болу айта берші. Осы мектепте оқығаныма... Давай, қайта. Осы мектепте оқығаныма өте қуаныштымын. Сөйле. 25 мамыр мерекесі құтты болсын. Армандаудан қорықпай келе жатқан ұбт-ларымды сәтті тапсырып, грантқа түсіп кеттім. Мектеп қабырғасында өткен сәтті күндер... Жаңа ғыраттаған айта беремін. Мына жаққа қойып қойшы нені. 25 мамыр мерекесі құтты болсын. Армандаудан қорықпай келе жатқан... 25 мамыр мерекесі құтты болсын. Қаз мамыр ғой, ә? Иә, сөйле. 25 мамыр мерекесі құтты болсын. Армандаудан қорықпай келе жатқан ент-ларымды дұрыстап тапсырып, грантқа түсіп кеттім. Мен осы мектепте оқығаныма өте қуаныштымын. Мектеп қабырғасындағы сәтті күндерге бәріне алғыс айтамын. Құрметті сыныптастар, бүгін біз Құрметті сыныптастар, 11 жыл бізге бір естелік болып қалды. Бүгіннен бастап біз түлек атандық. Сіздерге тілейтініміз зор денсаулық, ашық аспан. Дальше продолжим. Сіздерге тілейтініміз зор денсаулық, ашық аспан. Алдағы уақытта адал маман иесі болуға тілектеспіз, және де алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы балл алып, қалған оқу орындарына түсіп кетуіңізге тілектеспіз. Бізге, өзімізге, иә? Кімге, өзімізге, иә? Маман. Мынау неге мынау? Мектепте. Я почти болдым. Басына түсірейікші жатыр. Быстро. Жалпы осыдан 11 даже 12 жыл бұрын мектеп шаңырағын босағасын аттап кіргедік. Жалпы тез өтеді деп ойламады ешкім. Мен мынау мектепте реально легендамын ғой жалпы. Нулевой класстан бері, анау Мансур садигінен бері оқимын мектеп. Жалпы просто как бауыр басып кеткем. Қаншама адамдар ауысты, мұғалімдер ауысты, бірақ та жалпы сезім, махаббат барлығы бір осы мектепке дейін. Жалпы не дейміз, бір жағынан әлі түсінген жоқпын, толық түсінген жоқпын бұл мектепке келесі жылы уже келмейтінімді, келесі жылы уже басқа өмір болатын әлі толықтай тупо не осознал вообще. Енді алдағы уақытта болашақтағы өзіме айтарым дұрыс жол таңдай білу, жалпы дұрыс орта, ең бастысы жүрегіне қалайды, соны тыңдау, яғни жүрегін тыңдау. Алдағы уақытта өзіме және жалпы достарыма, барлық баршана сәттілік тілеймін. Енді ұбт келе жатыр. Дастан айтты, ұбт'да жақсы бала аламыз. Надеюсь, иншалла, жалпы барлығымыз грантқа түсіп кетеміз. Енді не дейміз, ең бастысы осы жігіттер сендерге рахмет үлкен. Достойный орта тауып беріңдер, яғни сендер
кездестіргеніме қуаныштымын жалпы. Яғни өкінбеймін осы мектепте осы сыныпта оқығаныма, осы соңғы жылымды сендермен бітіргеніме өкінбеймін, ешқашан өкінбеймін. Наоборот, қуаныштымын жалпы. Ұзақ сүренің несі бар жалпы, айтарым болашақта өзіме, баршаға, яғни дұрыс тұлға болу білу. Не көрсем вообще айтқан поражник чисто жаттанды емес, конкретно өзің ой, өзіне чисто от сердца айтсайшы, өзің. Мен осы мектепке келгеніме осы 10 сыныпта келдім. Онша қатты көбін тани қоямын деп айта алмаймын. Но осы 2 жылдың ішінде осы сыныпқа келгеніме мен ешқашан да өкінбеймін. Наоборот, өте қатты қуаныштымын. Білмеймін әлі не айтатынымды ары қарай. Айтқым келетін заттар көп болған, но оның бәрін уже ұмытып қалдым. Честно, мен дайындалып келгенмін басында. Жалпы мен де осы мектепке 10 сыныптан келдім. 10 сыныптан келдім, яғни барлықтарына өте қатты бауыр бастым. Мені қатты қарсылды, мен ойладым негізі жалпы андай келген кезде отделяться етемін или қалай, жалпы басқа бір нәрсе болады деп ойладым негізі жалпы. Бірақ осы сыныпқа келгелі мен будто осы сыныпта 12 жыл бойы оқыған секілді, 0 класстан бері. Осы жерден көптеген қызықтар болды. Мен ешқашан өкінбеймін осы мектепке, осы сыныпқа келгеніме. Және де өз сыныптастарыма алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін, және өзіме де бұйыртса адал маман иесі болып, бұйыртса бір 10-15 жылдан кейін кездесіп, бір үлкен маман иесі болуыма лайықты деп ойлаймын. Главное, ешқашан ұмытпау керек, үнемі жиналып отыру керек. Натуре бәрі айтады ғой, жиналамыз деп та бәрі шашылып кетеді деп. Бірақ та именно біз ондай класс болмай ақ қояйық. Бәріміз үнемі жиналып, жыл сайын көрісіп, ешқашан бір-бірлерін ұмытпай, қиын кезде көмектесіп отырсақ, әрине жақсы болады. Жалпы бір-біріміз тойларымызда тіпті кездесіп, үнемі контакт держать етіп, жалпы ақша керек кезде емес, көмек керек кезде емес, просто без причин тіпті қалай аумау біліп отыру керек. Және де ровно осы күн, енді 10 жылдан кейін видео жалғастырамыз ғой, правильно? Сақталады ма видео? Сонда уже конкретно көреміз өзіміз қандай болатын болып. Дәл осы жерде кездесейік тіпті. Мына видеоны да 10 жылдан кейін осы жерде жалғастырамыз. Правильно? Все. Сәлеміңіз дұрыс болсын. Мен ол туралы не айтайын? Айтты ма? Білемін мен. Реально біз зачем айтамыз олар туралы тогда? Ең главное біз тұлға болып Сөйлейсің бе? Не айтамын? Рекетир, роднойлар, бұлшық қандай приколдар бар еще. Гудкар, помощник, сосын светло-розовый. Потом КВН, концерт, что там, потом бар ғой тақылай прикол. Кім тайға таманы Он бір жылдың ішінде бізбен көптеген нәрсе болды. Біздің арамызда көптеген түсініспеушілік болды. Және де жақсы моменттер тоже көп болды. Бірақ та осының бәріне қарамастан, сендердің барлықтарың менің жүрегіме өте жақын адамдар болып келесіңдер. Ұрыстар үшін, тағы да басқа нәрселер үшін мен шын жүректен кешірім сұраймын. И сендерді өте қатты қимаймын. Бәріне рахмет. Осы бүкіл көңілді өткен уақыттарымыз үшін. Ну, солай, короче. Всем пока. Бұл біздің 11 жылымыз мәңгі есте қалатын біздің сәттеріміз болып саналады.
особенно 9-шы сыныптан бастап біз гашниктар болып жиналып, мектептен кейін үйде жиналып жүрген кездер мәңгі есімізде қалады. Әрқашан бір біріміз үшін жанып тұрған жүректер болдық. Одан кейін 10-шы сыныпқа қарай араласпай кеттік па, білмеймін не болды. 10-шы сыныпта өз бетімізбен жүріп кеттік. 11-ші сыныптың да басында өз бетімізбен жүріп, соңында күшті достасып, енді вот бір апта қалғанда күшті достасып кеткенде қимастық сезім болды. Бұл соңғы 11 жылымыз, бір айдай бір жылымыз тез өтіп кетті. Бүкіліне рахмет, мәңгі есте қаласыңдар. Болды. За эти 11 лет я стал очень большим, мне скоро 18 лет. Я когда перевелся в эту школу, моим первым учителем была Жанаргуль Маратовна. Я очень люблю, ценю, уважаю этого человека, потому что она подняла меня, и я очень впечатлен тем, что этот человек довел нас до конца. Были много проблем, от которых она могла отказаться от нас, но она также держалась до конца. И сегодняшний день был очень прикольный. Сегодня мы провели линейку, как последний год, 11 класс. И был очень интересный вальс, на котором мы чуть... Блять, забыл нахуй, сука, тупой, блядь. Немножко кринжово было. И было очень интересно. Про вальс вот вам скажет мой партнер по вальсу. С самого начала это біздің вальсқа шақырғаны, это немножко было кринжово. Өзі емес, еще басқа біреуден жазып. Содан кейін вальсқа дайындық басталды. Вальсті үйренгеніміз, еще бірінші рет вальсқа келгенде вообще движение білмеймін, тұрмыз ғой қақиып. Содан кейін үйреніп болдық, нормально білетін болдық. Бүгін біз вальс биледік. Вроде нормально болды. И хочу сказать одно, то что на весь этот 11 класс я немножко вот недолюбливал ашников, чуть-чуть, ну вот столько. И только под конец года я уже понимал то, что если мы были одним единым классом, это был бы лучший класс в этой школе. И жалко то, что мы только под конец начали совмещаться. Именно когда осталась 1 неделя. А так все было хорошо. И только сейчас понимаю, что они такие же люди, и дети, как и мы, тоже такие немножко. В общем, этот 11 класс, все эти 11 лет прошли очень прикольно. И сегодняшний день тому доказательство. Мен осы 10 жыл бойы оқып келсем де, андай көп көңілді кездер болмады да. Осы 11-ші сынып өте қызықты болып өтті. Себебі андай адамдар өте бір-бірімен жақындасып кетті. Особенно біз Аяулым, Мөлдір, Камила, Ажара төртеуміз, бесеуміз өте қатты қосылды. Қандай осы жыл еще қиын болды ғой. Басымызға НТ қосылды, экзамендер қосылды. И осы қиын сәттерде біз бесеуміз бірге қосылып, андай любой мелочь дейді ғой, сол мелочьтардан бақытты сәттерді көріп үйрендік. Любой затқа қуанып дегендей, любой заттан естелік қалдырып, солай дегендей, осы төртеуіне, 4 қызға рахмет айтамын. Иногда бір андай нервный күндер болады ғой, андай бір өз грустный күндер, андай бір андай не в себе боласың да, короче. Потом школға келіп, осы төртеуін көріп, андай барлық ойындарды ұмытып кетесің. Андай барлық ойындарды ұмытып, күндерің жақсы өтіп кетеді, андай барлық ішіндегі бәрін айта аласың да. Иногда мамалар мен папалармен олай жақын бола алмайсың ғой. Бесеуміз жиналғанда біз өзіміздің барлық сырларымызды айтып, барлығын айтып бөлісеміз. Сол үшін рахмет айтамын қыздарыма, және осы сыныпқа рахмет айтамын.
қайсы жылға дейін андай прям күшті моменттер де болмады, бірақ осы 11-ші сыныпта көптеген қызықты сәттер болды және өте қызықты адамдар да өте жақын болды, бірімізге өте қатты жақындастық және соған рахмет бәріне. Прям өте қуаныштымын осы 11-ші сыныпта осы сендермен оқығаныма. Надеюсь, енді 10 жылдан кейін бәрінде жақсы болады, өзінің бәрінің жақсы отбасы, жақсы адамдарды кездестіріп, бәрі карьера, там, жұмыстарын бәрі, надеюсь, там, күшті болады. Надеюсь, ақша көп табасыңдар, надеюсь, бақытты боласыңдар. Бәрінде өмірінде жақсы моменттер көп болсын. Қиындықтарды тез және жеңіл дей ма? Тез және жеңіл шешіп, соны өткізе біліңдер. Сол айтарым, өмірлерінде тек сәттілік тілеймін. Бәрі жақсы болсын, бақытты болыңдар, главное. Все, пока. Мен Құмарбек Мансур. Бірінші школдан осы мектепке келдім. 10-шы сыныптың басында. Осы мектепке келген кезде мен ойлағам, то, что ешкім, дос табылмайым, отдельно жүремін деп. Сондай менде ойлар болған басында. Но осы мектепке келген кезде бірінші күннен бастап маған осы сыныптың балалары, осы мектептің оқушылары, мұғалімдері жақсы көзқараспен қарап, мені жақсы немен принимать етті осы школға. Мен енді айта алмаймын, то, что прям сабақ жақсы оқыдым деп, но кейбір кездер болды, сабақты жақсы оқыған кез, оқымаған кез, сабақтан қашқан кез, соның бәрін сағынам дегенде әлі. Мен өзім бірінші школдан келдім айтқандай. Маған бірінші школдан қарағанда осы мектеп маған өзіме қатты ыстық, қатты осы мектепке бауыр басып қалдым. Мен әлі не осознаю то, что я уже заканчиваю 11 класс. Мен әлі как будто бір 9, может 8 сынып оқып жүрген сияқтымын. Маған осы үшінші школдан мен өзіме деген көп достар таптым. Жаңа өзімнің бағытымды таптым дегендей ғой. Но оның бәрін жылдың басында жасау керек еді, бақыт туралы. Жылдың соңына қарай жасап жатқаным как будто өзіме дұрыс емес сияқты. Әрі қарай даже не болатынын білмеймді. Менің айтқым келетіні осы школдың мұғалімдеріне, балдарына, осы школда кім бар, бүкіл технический повар тәтелеріне, бәріне үлкен көп рахмет, көп алғыс айтқым келеді. Болашақта мен өзімнің кім болатынымды білмеймін әлі. Менің қазіргі түсетін мамандығым ол юрист, прокурор болғым келеді. Алла жазса, сол мамандықпен дальше больше заниматься етіп, ертең класстастармен кездескен кезде, что бәрі үлкен мамандықта жұмыс істеп дегендей, вот сондай дәрежемен бәріміз жиналғанымызды қалаймын. Сол айтатын бәрі. Бірінші кезекте өзіме ассалаумағалейкум деймін. Мұхаммед Алим, осы 11 жыл оқып, мектепте керемет воспоминания қалдырды. Сол үшін осы өмірде болған әрбір сәт үшін Аллаға шүкіршілік қыламын. Жақсылықта да, жамандықта да әрдайым қандай да бір барлық істе хайыр бар екенін көресің. Енді осы 11 жылда не болғаны туралы айтып кетпей қояйын, сразу өзіме болашаққа тілекті айта салайын. Бірінші кезекте болашақта ата-анаңды қуант, өз мақсатына жету үшін қажымас еңбек ет. Ең бастысы осы тура жолдан
түсіп қалма, осы жолмен жүре бер. Саған негізі тілейтінім, алла өмірде берекет берсін, осы жүрегіндегі тыныштықтан айырмасын. Осы ең басты, иә, тура жолдан адастыра көрмесін. Иншалла енді ұбт келе жатыр, Астанадағы ИН университетіне, журналист мамандығына грантқа оқуға, грантқа түсіп кетуге. Сол жаңа қалада жаңа достар тауып, иманды, жақсы достар тауып, болашақта бірге дамып, үлкен белестерге жетуге алла жазсын. Негізі саған бір айтарым, өмірде жақсылық болсын, жамандық болсын, аллаға деген шүкіршілігіңді әрдайым жоғары ұста, жоғары қыла көр. Өзіңнің лучший версияң болуға максималды түрде еңбек ет. Тағы не қосарымды білмейді екенмін. Енді ең бастысы өз үмітіңді үзбе. Мен саған сенемін. Иншалла бәрі жақсы болады. бір 2 3 4 5 деп отырасың да осындай кезде ше. мен түсіріп жатырмын, видеоның бәрін мен түсіріп жатырмын деп өз-өзімді мақтамасам кім мені мақтайды. 11 сынып 25 май, ұядан шыққан күніміз ба, типа. Мектеп бір сөзбен айтқанда нормально болды. Мен кіммін? Мен мынандай болдым ғой, короче, былай айтқанда ше. Ұйқыбаспын, қаңғырбаспын, жыбыркөт, құтыршақ, спокойный мындай еще ше. Бұл өмірде маған жақсы қарағандар аз да. Бірдеңеден өтесің, қуанасың, алдынан келіп бірдеңе тіреледі ғой, қайтадан шыға береді. Біреумен сөйлестің, төбелестің, ұрсыстың, қырылыстың, арты тәтті болады, тағы бір нәрсе шығады. Пармен де сталдық, темекімен де сталдық. Сталдық емес, кім сталды оны айтпай қойын, өзім лично сталдым. Бір рет қана емес, бірнеше рет мені сдавать еткендер де болды. Именно осы жылы 2025-тің октябрь айында мені кімдер? Әрине, менттар ұсталды. Үйдің дәл қасынан 3 рет ұстап, 3-еуінде де штраф салып, учетқа қойды. Ал 10 сыныпта мен мектепшілік учетта тұрғанмын, қазір городской учетта тұрып болдым. Қазір Құдайға шүкір шықтым, мұғалімге айтамын. Мынау қыз мұғалім болмаса, ата-анам болмаса, сыныптастарым болмаса, мен былай мектепте ешкім емеспін ғой. Менің пайдам жарағандар да, жарамағандар да көп болды. Бәріне рахмет айтамын деп сөйлесек қалай өзі. Бұл өмірде түсінгенім, сен ешкімге бермеймін, сұрамасың жанымның мұнарасы. Сені маған Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасың. Не үшін айттым, оны да білмеймін. Мен сүйдім деп жыласаң еді. Кім нақыл мен түсіріп отыр, қайдасыңдар нақыл деп жындансаң еді. Шайып кеттім да. Мен осындаймын да, короче. Өз-өзімен сөйлесем, қуам. Эбуя, это красив, амана секс, бабила деп отыра беретін адамдардың қатарынан да мен ше. Бір мектепте орындалмай кеткен арманым бар.
терезе сындыру, мектептің терезесін шаққым келді, бірақ жүрегім бармады оған. Болашақта мен пиздес адам боламын ғой. Саламат, сен мені көріп тұрсың. Сен жай ғана саламат емес. Әліп қожа саламат, нұр болсын ұлы. Зыралып атамды алсам бола ма дейтін адамсың ғой. Примерно ше саған осылай айтып отыр ғой қазір. Сүйдім бәріңді, жақсы көрем бәріңді, мектебім менің алтын ұям, бірақ мен өлсем де бұл мектепті сағынбаймын. Базар жоқ сыныптастарымды, Жанаргүл Мұратовнаны сағынам, Гүлнар Кеңесовнаны сағынам, Жадыра Жомартовнаны сағынам. Қалғандарын қотақта сағынбаймын, былай айтқанда ше. Асханадағы тәтелерді сағынам. Одноклассниктар болды сонымен. А то мынау мектепке былайынан қотақ қойып кеткенмін ғой мен ше. Уақыттарыңды ауаға кетірмеңдер мен сияқты. Работайте, работайте и работайте. Грантта, Саламат грант ала алмайды, долбоёб, ұқсайшы нақ, Саламат ұқсайшы нақ. Қайдасың сен, қотағын оқымайсың, блядь. 10 сынып хуйттап жүрдің, 11 сынып хуйттап жүрдің нақ. И чё хуйттадың нақ? Қазір мен қайдамын нақ? Қазір мен пиздес жердемін, е? Саламат? Я деп жауап бересің осы моментте. Барлықтарын жақсы көремін. Ешқашан бойымандар, талпыныңдар, мақсат қойыңдар, арман қойыңдар, армандарына жету үшін мақсат қойыңдар, мақсаттарына жетіңдер, мақсаттарынан армандарына жетіңдер. Ең бастысы бұл өмірде денсаулық болса бәрі де болады. Қазіргі Саламат, мені көріп отқан Саламат, ең мықты адамдардың бірі болып есептеледі. Давайте, телефон сұрап отыр Жансая. И, кстати, мен учетқа тұрғанның кесірінен 16 промды сындырып алып, iPhone 11-мен жүрмін, и мал құсап бәріне жалынып телефон сұрап жүрмін. Өмірдің заңы осындай, халайық. Қараңғы тыныштық өңгерген, екеуміз мекендеген кеш сен шықтың арғылау білмеден, бұл жолы киіммен емес. Жалаңаш ашық дененің көріңді, көзге тамызған елес, еріксіз сілекей төгіліп, бұл жолы ауыздан емес. Деп Мұқағали Мақатаев атамыз Саламат оқысыншы деп жазып кетіпті ғой.